Дьяконова Валентина Ильинична, смотритель Дома музея Семена Прокопьевича Кадышева. По ипте Семен Прокопьевич Кадышев киренже шуфтан. Отыз сегіз жыллар тузында шоқшыл алға иблерні көшіргенлерінде аның Семен Прокопьевич позның ибіне келіп мұнды шуфтан. Семен Прокопьевич Кадышев біздің саблы хайжы, нымақшы, тақпақшы. Дөрен олдаршы алды. Аның жеді бабазы нымақшыл кізлер болғаннар. Ағазы, уламалығы ағазы, анда оқы тақпақшы болған. Проны кішігдің ала Семен Прокопьевичті үгіреткен аңнирғы, тақпақтирғы. Кішігдің ала ол нымақтарыны істеп Семен Прокопьевич бұзы тақпақшы болпарған тирге шәрер. Нинже көп нымақтарыны искен оаның сағызынды қалған кішігдің ала. Монопоевда Семен Прокопьевич, мұнамында істінер көріңер, қайды шоқтан, керенже шоқтан. Кішігдің ала өскен кізі шоқшосқы семьяда өскен. Қайды нұға шоқшосы. Аңы жыл кізелер, олар пазарны мақшы тапақшылар, олар қажанның алы шоқ кізелер бұл жаңнар. Олар нымақ ысқан үшін бірде ақшы неме алба жаңнар, прай тикі итчеңнер. Аның үшін оларны шоқ кізі терге шәрер. Үгіренігі аға келіспен семьязында семьязы улық болған аның үшін кішігдің ала аңнап шөріп, аның 15 жастығыдан ала шалжы болып шөрген, тоғынаға келіскен аға Кулаков ден пайда. Аның 15 жасын толдырған соңында ол Иванецкийдің руднигінде боғымдар оған етіп, алтын шуған база ағас кезерге келіскен аға. 1910 жыллары тұнды налы ифше алған болған соңды шет кізіні армия алпарысқанар. Армия, царский армияда хан үлгізінде тұзында шебіргі 5 жыл служба ертерерге келізер жек. Революция басталғанда 1917 жылда ол айлан келген. Ачинскийде ол орыстардың танызып, нанчы болып, олардың шуқтадып көмес орыстарын үгіреніп алған. Базы большевиктарының қайды терге шәрер большевиктарының шуғын естіп, ол прай көңінінің алған аның үшін қажан революция болған сонда ол большевиктарының идеясын прай шүрегінің алған аның үшін епке келгенде, ол тарчыда на сельсовет неме бүді бастап сқанды, аны председатель еткенде, ол председатель болазам өтіп сұрынғанларында, ол отказ болған, председатель сельского совета болған. Партизанларға қабасқан. Кішігдің алы ол қарүйса құш бастарын тағларына тозы шөріп, шақсы пілжем, аның үшін партизанларға ұлық қабазық еткен. Соның алтын керек болыпсқан, на біздің СССР бүткен бүдіфіскен тұсты алтын керек болған неме сельское хозяйство, экономиканы тыдарға, аның үшін экспедициялар жөріп бастапсқаннары алтын шығы, алтын табарға. Аның үшін Семен Прокопьевич ол кішігдің ала білжен қайдағы шерлерді алтын шық жағынар. Ол тұстарды Иваницкийның база артеллер неме болла жаңа алтыны қайды көз етіп поспілген шерлеріні ол экспедицияда тоғынған провожатый болып. Анда профессия ше олып, провожатый болып аға тоғынарға келіскен. Ертанади шет тұстары ирскен Семен Прокопьевичтің. Аның 1941 жылда ады шағы басталып сқанда, аның әкі оғылы шаға барып сқаннар. Бұзы шастан барған кезі ол қалғын алды. Керіп барғанда бұлды ол тоқшы қодырбан, сақосқыды тоғынып, бұзы бар күшінің ол қабазып, тоғынып, аның шонға неме қабасшың емотар көп білжен Семен Прокопьевич. Кішігдің ол шорец
апсақтарға ұрынып, олардың туғазып, олы апсақтар аға көспен кәндері имоттарының қайдақ имот, қайдақ неме қабас жатқан. Аның үшін Семен Прокопич позның шұртынды уға көп үшін қабасқан. Иша тұзында уламына. Аның педе алыптығыны мықты шаңнар көзі үреп барза. Аның үшін Семен Прокопич бұл 45-ларға шетірі көзі алды қайды похоронкалар иледі келжен. Ол бірде отказ алба жән қаратозы, стол неме салзалар бірде нымақ ұзып отырарға. Бір оғылы аның шады қалған снайпер болған. Степан оғылы айланған шадың балығылатқан илттің. Аның үшін иледі ағырған, аның ағырған сонда ол өтігі тоғыны бастапсыған запосты. Бригадир неме болған, управляющий ме болып тоғын, аның соның лесник болып тоғынарға келіскен. Елікшілер тұсында Хакниялидің тоғыншылары алларға шөріп алыптығын мақтарыны басқылап сықсықаннар. Семен Прокопичтің алыптығын мақтарын мұна бұ евді басқаннар. Кенел, композитор Кенел мұна пұстолны кесінде одырып Семен Прокопичтің намағын естіп нота пасшан, нота пазып. Аның намағы албаншы Она устав хайди вошла в число шедевров мировой литературы. И Семен Прокопич пестің саблық гізі болып ұсқан. Саблан барған пестің Хакасияда немес, басқада ширлерді. Аны делегат Ташкентской конференции писателей стран Азии, Африки деп қығырғаннар. Бастағасын бірде алтын сықпан, уже шастан барған апсық, самолетға одырып, Крымға ұшуған, Ташкентта болған. Анды барып, аның көңіні оғатын көйдірген, бастап самолетқа одырып сқанды, самолетті ұшуғанды. Анның Ташкентский конференциядан келгенде, ол иледі стихтар басқан, тақпақтар неме базып, ол тақпақтарыны ысқарғандар. Олар Анда вот илиге 6 жылда писатель Икрами Джаломның ол нанжызы иледі үр олар пішіктің баз жаңнар біліскеннер. Аның вот 48 жылларды чатханистардың, аның 58 жылларды вот съездарды неме болжан. Мына бұл илді иледі көп кізі болжан, келжан. Балалардың база ұлы кізілер ергізін нымақтығын ерға келжеңнер, нымақты қарағызын жаңнар көбізін. Күнер кізін шын тоғыстан өзі, аның үшін ергізін ұрты қараға ештірі нымақызып, аның даңдағызын, ол нымақты жаңнар аннаңын дарқызын. Аның үшін бұл елді көп кізі болжың. Мында келгенлер Кенел болған писательлар, Баргаяков, Кичичаков, Тапанов неме бұл евді болғаннар, алжы болғаннар. Анан Семен Прокопич оғатын кізе барсық, шарық көңінелік кізі болған. Кізілеріні шақсы маңаттап отырлажан, аның үшін шон аны амиза сақыста тұчадыр, біздің алдағы шонды. Аның мағын искен кізілері, тақпақтарын искен кізілері амизада шоқтап жадырла Семен Прокопич, оға маңыт ашық шарық кізі болған.